Ассалаумалейкум, қалайсыздар, амансыз ба? Бүгін сіздерменен үй жағдайында пигоди даярлаймыз. Ол үшін бізге ұн, дрожж, жылы су, май, тұз, құмшекер керек болады. Құмшекер мен тұзымызды суға салып араластырамыз. Ұнымызға дрожжды салып аламыз. Сөйтіп жұмсақ, қолға жабыспайтын етіп қамыр илейміз. Қамырымызды жылы жерге, аузы жабылатын ыдысқа салып, жылы жерге алып қоямыз. Енді ішіне салмасын даярлаймыз. Бізге пияз, сәбіз, капуста, тартылған ет керек болады. Барлығын майдалап, ұсақлап тураймыз. Пиязымызды, сәбізімізді, капустамызды бәрін турап, ыдысымызға майды құйып, қызғаннан кейін бірінші тартылған етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Енді пиязымызды, сәбізімізді салып, күзбұрышымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Сәбізіміз, пиязымыз қуырылды. Енді капустамызды да салып, оны да жақсылап қуырып аламыз. Қамырымыз көтерілді. Енді оны ыдысымыздан алып, майда зуалыларға бөліп, бәрін бір формаға келтіріп шығамыз. Қамырымыздың бәрін майда зуалаға бөліп қойдық. Енді үстін жауып азғантай қоямыз. Енді қамырымыз бойын алды. Азғантай кішкентай қалың етіп жайып, пигодиімізді түйіп баслаймыз енді. Қызымыз екеуміз мына жерде әңгімемізді айтып, пигодиларымызды түйіп жатырмыз. Міне
бәрін осылай біркелкі бір формада түйіп аламыз. Қайнамаған суға қойып, қазанымызды қойып жібереміз. 40-50 минуттан кейін міне пісіп қалды. Дастарханымызға бетіне морковчы салатпен тартсаңыз болады. Каналыма тіркеліп кетің. Қарақалпақ каналының дамуына үлес қосып отырың. Лайк басып